Сәлем бердік. Келін асханасымен бірге тура сникерс шоколадының дәмімен бірдей ұқсас ерекше торт жасайық. Ортасындағы арахис начинкасымен бетіндегі шоколад пен арахис ерекше әсер беретін торт. Бір дәмін көргеннен ғашық болатын сникерс. Барлық керек заттар, толық рецепт видеоның астында описание бөлімінде. 6 жұмыртқаның ағы мен сарысын 2-ге бөлеміз. Сарысы жарылып, белокқа ағып кетпеу керек. Егер 6-шы жұмыртқа жарылып қалуы мүмкін деп қорқақтасаңыз, 2 бөлек ыдыста бірінші жұмыртқаны бөліп алып, сонан соң бір-бірден миксерлейтін құрғақ майлы емес, таза чашкада белоктарды жинаймыз. Белокқа шым-шым тұз қосып, көпіртеміз. Көпірген соң жарты стаканнан көбірек қантты салып, үлкен пышный масса болғанша миксерлейміз. Қалған қантты жұмыртқаның сарысына қосып қоямыз. Менде толықтай үлкен болып көпіру үшін 7-8 минуттай уақыт кетті. Бисквитті кальцода пісіреміз. Пештің формасын астына қойып, фольгамен астын жауып, шет-шетіне пергаментті төсейміз. Қалауыңыз бойынша пергаментті қоймай қойсаңыздар да болады. Және жұмыртқаның сарысын бөлек ыдыста жаңағы жарты стакан қантты салып, миксерлейміз. Дайын белогымыз осындай консистенцияда болды. Миксерден чашкадан құламау керек. Жұмыртқаның сарысын 1-2 минут миксерлеп алдық. Миксердің аз ғана айналымдарында және оған жарты сүтті құйып және берілген мөлшерімізден жарты сұйық майды салып, құрғақ массамызды біріктіріп алдық. 10 какао разрыхлителді електен өткізіп, бірінші миксердің қоспай тұрып, кішкене айналдырып аламыз. Какао мен оны қалған сұйық май мен сүтімізді құйып біріктіріп аламыз. Осындай қаймақ сияқты консистенция болу керек. Сұйық та емес, қатты қою да емес. Лопаткамыздан ағып тұр. Және дайын пышный белогымызбен өстіп астынан үстіне қарай көтере отырып араластырамыз. Көп араластырмауға тырысамыз. Өйткені белок деген түсіп кетуі мүмкін. Бисквитіміз қатты көтерілмей қалады. Бәрі бірігіп, белоктың комоктары қалмаған кезде араластыруды, шайқауды тоқтатамыз. Араластырып болған соң дайындап қойған 22 сантиметрлі кальцомызға, формамызға құйып, бисквитімізді 160 градусқа қызып тұрған пеште 50-55 минут пісіреміз. Егер духовкаңыз кішірек болып, үлкен пышный бисквитті пісіре алмайтын болса, 2-ге бөліп пісіреміз. Піскенін зубочисткамен тексеріп көреміз. Өшіріп, біраз уақыт духовкада ұстай тұрсаңыз болады, немесе бөлме температурасында суытсаңыз да болады. Суыған соң бір түнге, немесе 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Мен өзімізге жасағандықтан духовкада жарты сағат ұстадым суығанша, сосын алып бөлме температурасында 1,5 сағаттай суытып кесе бердім. Бисквитіміз суып жатқан кезде крем дайындаймыз. Творожный немесе сливочный сырды 350 грамм салқын сливочный сыр аламыз. Взбивать етеміз. Араласып бір келкі масса болғанша. Оның үстінен қант ұнтағын септік 200 грамм. Және 400 грамм, 400 мл 33 қойдық. Бір 10-15 минутқа жұмыс жасамас бұрын мұздатқышқа қойып қойсаңыз, өте жақсы миксерленеді. Қою масса болған соң, бенчигімізден құлап түспейтін бір қою крем болған кезде миксерлеуді тоқтатамын. Мен оңай жолын таңдадым. Сіздер карамель пісірсеңіздер де болады. Осындай бір банка вареная сгущенканы алып, үстіне қуырылған, тұздалған арахисті саламыз да бір-бірімен араластырамыз. Сонымен ортасына салатын сникерстің дәмін беретін салмамыз дайын болады. Шоколадты бетіне құямыз. Сол кезде көтеруге ыңғайлы болу үшін осындай подложканы кальцомыздың размерімен бірдей қылып кесіп аламын. Тортты көтер алам десеңіздер,
Олай істемей қойсаңыздар да болады, немесе любой бір картон қағазын алсаңыздар да болады. Және астына сервировочный осындай тарелканы қойып, подложкаға кішкене крем жағамыз, бетіне бисквитті қойып, кольцоны домалақ шеңбер қылып аламыз да, ішіне ацетатная пленканы төсейміз, немесе пищевой пленкамен орасаңыздар да болады. Ол темірдің дәмі бисквитке өтіп кетпеу үшін. Сахарный сироп дайындап суытып алдым. 80 грамм сумен 40 грамм қантты 1-2 минут қайнатып суыттым. Кремді кондитерлік қалташаға салып аламыз. Стаканға қалташаны салып, ішіне кремдерді қасықпен нығыздап саламыз да, ұшын кесіп алып, бисквиттің бетіне кремді сығып, домалақтап, біркелкі етіп жағып шығамыз. Каналымда видео рецепттер аптасына 3 мәрте шығады. Өткізіп алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қойыңыздар. Осы рецепт ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Осы кремнің үстінен тағы да бір слой кішкене крем жүргіземін. Ортасын шеңбер қылып, карамелімізді салғанға ыңғайлы болу үшін. Карамельді көз мөлшерімен 2-ге бөлеміз. Бір жартысын жаңағы жасаған шеңбердің ортасына біркелкі етіп жағып шығамыз. Вареная сгущенкаңыз бен какаоңыз өте сапалы болу керек. Сол кезде тортыңыздың дәмі өте күшті болып шығады. Кремді жан-жағын түзулеп алған соң, екінші бисквитімізді салып, жаңағындай кондитерлік қалташамен кремді жағып шықтық. Ортасына шеңбер жасап, қалған карамелімізді біркелкі етіп жағып шығамыз. Үшінші бисквитімізді бетіне қойып, кішкене ғана крем жағып шығамыз да, тоңазытқышқа 1 сағатқа крем қату үшін қойып қоямыз. Бетін спатуламен немесе шпательмен дүзулеп жібереміз. Тортымызды да тоңазытқышқа қойған соң, 40 минуттан соң шоколадты ганаш дайындай береміз. Ол үшін 130 грамм Қазақстан шоколадын және 70 грамм темный шоколадын алдым. Және микроволновой печте немесе водяной баняда ерітіп аламыз. 60 грамм сұйық май құйып. Микроволновкада ерітетін болсаңыз, 10-20 секунд сайын алып, араластырып тұрып ерітеміз. Водяной баняда ерітсеңіз, өстіп, оттың астын ақырындап азайтып, араластырып отып ерітеміз. Шоколадты 7-8 минуттай суытамыз. Ол уақытта тоңазытқыштан тортымызды алып, кольцомызды ацетатный пленкамыз шешіп дайындай береміз. Сәл суыған шоколадымызға үгітілген, пышақпен кессеңіздер болады, блендермен үгітсеңіздер болады, үгітілген қуырылған тұзды арахисімізді араластырамыз. Торттың шет-шеттерін өстіп спатуламен дүзулеп аламыз. Кішкене қисықтар болса, гүдірлер болса, дүзулеп жібереміз. Духовканың астындағы сеткасын дайындаймыз және жаңағы подложкамыздың көмегімен тортымызды көтеріп, сол сетканың үстіне қоямыз. Сетканың астына любой бір өзіңізге ыңғайлы жайпақ табақты қоямыз да, шоколад пен арахис араласқан массамызды бетіне құйып шығамыз. Шоколадты толықтай бетіне құя салмаңыздар, бәрі ағып кетуі мүмкін. Сол үшін бірінші өстіп үстін дүзулеп аласыздар, одан кейін шет-шетіне ақырындап ағыза бересіздер. Бетіне бір құйған соң, екінші рет шоколад құйып жібермеңіздер, уже астындағы шоколад ақырындап қатаяды да, қисық-қисық гідір-гідір болып қалады. Сол үшін бетін бір дегеннен дүзулеп аласыз. Осылайынан ақырындап қасықпен құйып, жаңағы шоколадымызды жағып аламыз. Одан кейін астына жайпақ табаққа аққан шоколадтарымызды тағы да құйып аламыз да, өстіп шет-шетіне жетпеген жерлеріне жағамыз. Май 2 сантиметрлігі тортқа 200 грамм шоколад және 60 грамм сұйық май тура-тура жетті. Және 50 грамм арахис. Астындағы подложканың көмегімен тортымызды сервировочный тарелкаға ауыстырамыз. Керемет сникерс торты. Бетін әсемдемей-ақ дәл солай қалдырсаңыз да болады, немесе шоколадтар, печеньелер қойып, жаңағы орехтың үгітінділерін сепсеңіз болады. Сахарный пудра шет-шетінен сеуіп қойсаңыздар болады, бәрі өз қалауыңызша. Орео печеньесімен, сәл-сәл арахиспен қант ұнтағын сеуіп, әсемдеп шықтым. Дәмі тіл үйрер дүкендегіндей сникерс шоколадының дәмімен вареная сгущенканың дәмі жақсы болса, тортымызда да карамелінің дәмі өте жақсы шығады. Үлкен кішінің бәріне ұнайтын, ғашық болатын торт.